Қайсын мен Олжас Тоқыбай достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендердің сұрақтарыңа жауап беретін боламын. Кеше мен сообществоға сұрақ-жауап деген пост қалдырған болатынмын. Осы жаққа сұрақтарыңды жазыңдар деген болатынмын. Уже 29 сұрақ жазсаңдар база жоқ. Бірақ мен арасынан 14 сұраққа жауап беретін боламын. Себебі көп сұрақ қайталана береді. Ал давайте бастайық. Егер осы видеоны достар лайк басып комментарий ұмытпаңдар. Ал мен бастайын. Ал бастайық, көрейік, что там не бар екен. Бірінші бізде келбет аниматор. Қалай аниматор болдың? Мен Закатун деген аниматорды көрген болатынмын, және қазақ аниматорлары бар ма екен деп іздеп көрген болатынмын. Оказывается, жоқ екен. Мен аниматор болайын деп шештім. Жасың нешеде? Менің жасым данный момент 16-та. Ең алғашқы аниматорыңды жазып қойсаң, аниматорың. Ең алғашқы аниматор адамың Закатун, и добряк. Ең алғашқы жасақтаған анимацияларыңды көрсетші дейді. Данный момент ол анимациялар жоқ, себебі олар өтәлдендіп кетті. Себебі ол бұрында болған етін, ол кезде компьютерім қататын еді. Данный момент компьютерім нормально. Анимацияны қандай программамен жасайтын? Осы сұрақты көбісі қояды, мен осы сұраққа уже ответ беріп қойғам, бірақ бәрібір сұрай бересіңдер. Мен ешқандай флиппен жасамаймын, мен Adobe Animation деген программамен жасаймын. Өте ыңғайлы программа. Екінші сұрақ. Сен ең қатты жақсы көретін тамағың? Олар өте көп. Шашлык, манты, донер, олар өте көп. Сен анимацияны бір өзің жасайсың ба? Мен анимацияны тек өзім жалғыз ғана жасаймын. Сен анимация жасаудың алдында немен айналыстың? Сабақ оқыдым. Сенің ең алғашқы телефоныңның аты қандай? Және қазіргі таңда қандай телефон? Мен бірінші телефонның моделін білмеймін, ол бұрында етін, және ол кезде әр түрлі модельдер болды. Ал данный момент менде iPhone 12. Анимацияңа қанша жыл болды? 2-3 жыл болып қалды уж. Немен көп айналысасың? Анимациямен әрине. Туылған күнің қашан? 18 қаңтар. Ал бізде үшінші сұрақты кеп қалды. Қандай көлік маркасы ұнайды? Олар өте көп, бірақ көбінесе маған Lada, Dodge және Mercedes қатты ұнайды. Сенің кумирің? Менің кумирім жоқ. Футбол жалпы спорттан хабарың бар ма? Жоқ. Төртінші сұрақ. Хейтерлерді қалай жазалау керек? Хейтерлерді жазаламайсың, себебі олар әйтеуір Қазақстанның бір шетінде отырып каналыңды жамандайды. Мен әсіресе хейтерлер түсінбеймін, не себеппен айтыңдар? Жоқ енді. Мысалы мен бір ютубер ұнамайды, мен оны попросту көрмеймін, себебі оның контенті маған ұнамайды. Жоқ, просто ұнамаған соң мен оны көрмеймін, бірақ сендер әйтеуір жамандау жақсы көресіңдер. Не үшін ол, түсінбеймін. Просто ұнамасы көрме. Сен кіріп ап, жамандамаймын ғой, мен әйтеуір әртүрлі аниматорлар, онша емес жасама, фигня жасайсың ана-мына деп. Жоқ. Просто ұнамайды, сондықтан мен оларды көрмеймін. Егер әдемі жасаса, онда мен оларға қолдау беремін. Мен пупсикім ба? Әрине. 5-ші сұрақты айырыпты ғой, Қай қалада тұрасың? Тараз. Нешінші жылы толдың? Мен 2008 жылғымын. Сен жалғызсың ба, немесе отбасың бар ма? Конечно, отбасым ба, өзі сұрақ. Сен мистер Прикольчиктің фанатысың ба? Бұл өте керемет ютубер. Сен ютубты жазып қойсың ғой, ютуб несімен ұнайды? Осы платформада мен танымал болғым келеді, сондықтан ұнайды. Маған Ерғали деп сәлем жолдас. Ерғали, сәлем. 6-шы сұрақ. Сәлем. Болашақта қандай мультфильм түсіргің келеді? Мен ұзақ қазақстандық мультфильмдер жасағым келеді, бірақ ол үшін команда керек, ал команда ол үшін ақша керек. Данный момент менде ақша жоқ, бірақ ол шақта өзімнің командамды құрғым келеді. Балапан телеарнасының директоры болсаң, қандай өзгерістер жасар едің? Зор өзгерістер жасар едім. Мақты мульттер ойлап тауып соларды түсірер едім. Сенің өзің бөлек салатын кейіпкерлерің бар ма? Жоқ, мен басқа кейіпкерлер самайым, себебі оған просто уақытым болмайды. Ассалаумалейкум, Олжас. Уағалейкум ассалам, гигачат, базуш гигачат жазып отырады маған. Қай қалада, яғни қай облыста тұрасың? Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Құлан ауылы. Анимация жасауды қайдан үйрендің? Анимация жасауды мен әрине ютубтан үйрендім. Ойындар ойнашы, мысалы War Thunder, Minecraft дегендей. Мен ондай ойындар ойнамаймын. Minecraft ойнаймын, бірақ War Thunder ойнамаймын, честно. Бірақ Minecraft'ты бір күні сервер ашып сендермен ойнауыма болады. Осымен сұрағым бітті. Сау бол. Давай. Гигачат. Келесі сұрақ Аскар дейді. Бірақ көбінесе осы сұрақтар қайталаныпты.
Так. Сенің бойың қанша? Менің бойым 1 метр 85 сантиметр. Сен Қайсармен досың ба? Иә, Қайсар менің анимация жағынан ең жақын досым. Бірақ ол менің кішкентай, бірақ пофиг. Маған сәлем жолда. Асқар, сәлем. Так, келесі сұрақ бізде: сен ұнатпайтын ютубер. Маған көбінесе Аль-Кезет қатты ұнамайды. Себебі, білмеймін, контенті слишком детский. Сен точно 3 сиырдың фанатсың ба? Әрине, четкий он 3 сиыр, қараңдаршы, еба. Сен аниме көресің ба? Жо, мен аниме қарамаймын. Енді так, келесі сұрақ бізде Бегарстан екен. Ең бірінші жазған адамдардың бірі осы, короче. Так, аға, сізді неге ешкім көрмейді? База жоқ. 10 мың один почти ешкім көрмей ма? Ё-моё. Неге тез дамымайсыз? Дамуға мен тырысып жатырмын ғой, дей ба, чөзі сұрақтар. Бірақ сендер менің дамуыма көмек бере аласыңдар. Менің видеоларымды алып TikTokқа қысқа шеттерін салып отырсаңдар және менің каналымды админ етсеңдер, маған тіркелуші тез жиналады деген ойдамын. Қызықты видео түсіріп жіберіңізші. Мына сұраққа видеом бар, қызық емес пе? Обидно. ютубқа қалай музыка қойса болады? ютубтан қара. Так, ал келесі сұрақ бізде Данилдан екен. Анимацияны ПК-мен жасайсыз ба? Я, мен компьютер арқылы жасаймын, себебі телефоным өте қиын. Графический планшет қолданасыз ба? Я, графический планшет арқылы анимация жасаймын. Нерса YouTube 3 сұрақ қойыпты. Әрсен Тоғабай қайда? Но походу ол сияқты ғой. Әрсен, мен бір очкам, ол пока түсірмейді ештеңке, мен бәрі нормально, ойындама құрсын. 100 мың подписчикке жеткен кезде не істейсің? Қуанамын. Бірақ осы неге жетеміз де білмеймін. Әйтеуір сендердің арқаларында мені қолдасаңдар 100 мыңға жетеміз деген ойдамын. Хоббиің қандай? Хоббиім осы анимация жасауы. Ебой. Сенің қызың бар ма? Жоқ. Ең басты арманың қандай? Мен ең басты арманым ол миллион тіркелушіге жету. Алда қандай мақсаттарың бар? Осы каналды дамытып, өте танымал болу. Ал бүгінге осы жетеді деген ойдамын. Мен Олжас Тоқбай достар. Видеоны лайк басып комментарий ұнытпаңдар. Осымен видеоны аяқтаймын. Сау болыңдар.